Сәлем достар, бұл біздің екінші расколымыз. Оны ағаларымыз жасау бастаған, бірақ та аяқталмай 2 жыл жатып қалды. Қазір біз оны аяқтадық толығымен. Расколдың арасы 80 сантиметр, ол негізі көп, құлындар бұрылып кетеледі ішінде. Біз оның алды артына ондық швеллер мен буровой трубалар орнаттық, және буровой трубаларға ондық ұзын швеллерлар жатқыздық. Сол швеллерлардың үстіне задвижкалар орнатылды. Ол задвижкалар подшипник арқылы жүгіріп тұрады. Бұл осы раскол негізінде тасымалданбалы. Ол үлкен 200-дік швеллерларға жатқызылған, яғни біз оны трактормен сүйретіп қалаған жерімізге қойып, сол жерде іс-шарамызды өткізе аламыз. Біздің каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментарийді өз ойларыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Келесі видеода 3-ші раскол жайлы айтамыз.